Сәлем достар, біз бүгін тәжвид сабағының кезекті дәрісін жалғастырамыз. Өткен сабақтарда біз араб алфавитімен танысқан болатынбыз. Енді бүгін біз харакаттармен танысатын боламыз. Харакаттар дегеніміз сол араб алфавитіндегі әріптердің, дауыссыз әріптердің ортасын қосатын дауысты дыбыстар. Арабтар оны әріптер қатарына кіргізбеген. Олар үшеу болады: фатха, кәсра және де дамма. Біз осы харакаттардың біріншісі фатхамен танысамыз. Фатха дегеніміз бұл әріптердің үстіне қойылатын кішкентай ғана таяқша, оның дыбысталуы қазақ тіліндегі ә. Мысалға, әлиф әріпі, оның үстіне фатха қойылғанда ә деген дыбыс береді. Негізінде бұл әлифтің өзі жеке дыбыс бермейді. Оған ол әлиф ә деген дыбыс беру үшін оған фатха келу керек. Алайда әлиф фатханы көтеріп тұрысын, оған біз андай хамза белгісін қоямыз. Біз оны алдында өтеміз дегенбіз. Енді екінші әріпке қараймыз. Дә, дәл әріпі және де бә әріпі келген. Бұл екеуі дауыссыз дыбыстар. Д және Б. Алайда осы екеуінің ортасын қосу үшін дауысты дыбысқа мұқтаж, және де біз оған қазір фатханы қоямыз. Сол кезде ә, дә, бә болады. Екінші мысалға қараймыз. Үш әріп келген, дәл әріп келген, ро әріп келген және де джим әріп келген. Д, Р, Ж. Алайда бұлардың орталарына дауысты дыбыстарды біз фатхамен қоятын болсақ, мысалға дәнің дәл әріптің үстіне фатха қоятын болсақ, дә, және ро әріптің үстіне фатха қоятын болсақ, ро болады, дә, ро, және де джимнің үстіне фатха қоямыз. Сол кезде дә, ро, жа деген сөз шығады. Үшінші мысалға қараймыз. Зәл әріп келген, одан кейін ро келген, бұл екеуі де дауыссыз, және де жаңағы әлиф келген. Әлиф өзі біз дыбыс бермейді дедік. Ол дыбыс беру үшін хамза белгісін қоямыз, және де үстіне фатха қоямыз. Демек, зәл әріпінің үстіне фатха болғанда зә болады, ро әріпінің үстіне фатха болғанда ро болады, зә, ро, және де ә. Зә, ро, ә. Енді төртінші мысалға қарайтын болсақ, төртінші мысалда бірінші вау әріпі келген, және де зәй әріпі келген, және де айн әріпі келген. Оларға фатха қоятын болсақ, уә, зә, және де а болды. Уә, зә, а деген сөз шығады. Өзіміз мысал жазайық. Мысалға біз өткен әріптердің ішінде не бар етін? Мысалға кәф әріпі бар, е? Кәф әріпі. Одан кейін син әріпі бар делік, және де ро әріпі бар. Бұл үшеуі де дауыссыз дыбыстар, дауыссыз әріптер. Осылардың әрқайсысына біз фатха белгісін қойып шығатын болсақ, мысалы кәфтің үстіне фатха қоятын болсақ, бұл кә болады, син әріпінің үстіне фатха қоятын болсақ, сә болады, және де ро әріпінің үстіне фатха қоятын болсақ, ро болады. Демек, сөз кә, сә, ро, яғни сындырды деген сөз шығады. Сіздер үйде өзіңіз жаттығу ретінде өткен әріптердің кез келгенін алып, оның үстіне осындай фатха белгісін қойып, жаттығып көрсеңіз болады. Ал келесі сабақта біз кәсра белгісімен танысатын боламыз.